Құрметті әріптестер, 3D форматындағы суреттерді тірілту деп алып отырмын тақырыпты. Енді сіздерге көрсетейін деген мынандай Qver деген приложение Google'дан табасыздар да, қазақша тілді таңдайсыздар. Сол кезде мына жерде әртүрлі өнімдер, қызметтер жазылу арғай кете береді. Мысалы, бізге қызметтер керек. Жасанды интеллектпен бояу деген. Мен сол парақшаға кіріп тұрмын. Мына жерде тегін бар. Суреттер дайын тегін. Және де ақылы бұларды көруге болады. Мысалы, көріп, мына жерде бейне ролик көрсетілген. Осы бояп барып, осы қалай жұмыс жасайды. Қалай іске асыруға болады, соны көруге болады. Міне. Суретті көріп отырғанда қазір видео шығады. Суретті міндетті түрде раскрасканы бояп аласыздар. Содан кейін QR код бар. Сол QR кодқа қарай QR кодқа қарай тақасаңыз, боялған суретіңіздің суретті бояу керек деп көрсетіп жатыр. Мына жерде суретке QR код тақасаңыз, өзі сурет көгереді. Сол кезде міне мынандай 3D форматта суретті көруімізге болады екен. Міне қараңыздар. Үстінен бассаңыз, айланады, әртүрлі форма жасап көрсетіп жатыр бізге. Міне. Бірнеше ғаламшарларды шығарып жатыр. Мен мысалы бұның ішіндегі өзіме тегін балаларға арналатын болғаннан кейін мен оны жасап көрдім. Алардың барлығын тегін жүктеп алуға болады. Енді тегін ғана емес екен. Мен байқағаным, мына жерде мысалы барлығы дегенді таңдасаңыздар болады. Мысалы ғаламшарларды таңдасаңыз, күн жүйесінде ғаламшарлар дейді. Мысалы, мынаны көру және жүктеп алу деп. Мысалы, мынаны бассаңыз, мына жерде бояу бетін жүктеп алыңыз деген шығады екен. Жүктеп алуды бассаңыз, мына жерде скачать етіп алуға болады. Мен осылай скачать етіп, былай шығарып алдым өзіме. Осыны бояп, содан кейін ары қарай мына жерде бейнені көру, жаңа көру дегенді бастық қоя. Мына жерде көру дегенді бассаңыздар, мынау қалай іске асады. Сол туралы сіздерге YouTube'дан бірден видео ашылады. Соны көрсеңіздер болады. Бетіне тақаған кезде сурет көгеру керек. Сол кезде мынаның барлығы бетіне шығып, міне қозғалысқа келеді. Осылай балаларды қызықтыруымызға болады екен. Адам анатомиясында мысалы көретін болсақ, қараңыздар, мына жерде бізде мүшелеріміз көрсетілген, ішкі органдар дейді ғой. Мысалы, жүректі алатын болсақ, мысалы, жүректі де жүктеп алып, бояп, міне, мына жерде тегінде ақылы деп тұр, бірақ жүктеп алуға болады екен. Ал енді видеосын көретін болсақ, видеоға назар аударыңыздар. Қызық, өте балаға түсінікті жасалған. Бұл тек қана биология пәні емес, қазір жаратылыстану, дүниетану дегенде де осы адамның дене мүшелерін қосады ғой. Сол кезде балалармен бірге көруге болады. Бала өз суретті бояй отырып, міне сурет көгерген кезде ішіндегі мысалы қараңыздар, жүрек қозғалысқа келіп жатыр, көрсетіліп тұр. Жүректің қандай түске боялып жатқанын, қалай жұмыс жасайтынын. Қай жерде орналасқанын адамның бойында. Осылайша көрсеңіздер болады. Тақырыптар өте көп. Бұның барлығы жаңағы премиум деп тұрған ақылы деп тұр, бірақ жаңағыдай мен көрсеткендей нетсеңіздер болады екен, ақысыз да пайдалана беруге болады. Міне балаларға арналған тапсырмалар қызықты. Өте көп әртүрлі тапсырма берсеңіздер болады екен. Сабақтарыңыздың бәріне пайдалансаңыздар болады. Көріп отырсаңыздар, математиктарға да пайдалануға болады. Міне ғаламшар,
мысалы география, биология пәндерінде бастауыштарда пайдалансаңыздар да болады. Көптеген материал ұсынған. Осылардың бәрін пайдалана аласыздар. Көрнекі орындар дейді. Үнемі қолданам десеңіздер, мына жерге жүйеге кіріп тіркеліп алсаңыздар болады. Негізі ақылы, бірақ қымбат емес, менің білуімше. Сол себепті сабақтарыңызға пайдаланып, үнемі жүйеді, қазіргі заман талабы, жасанды интеллект пайдаланып көрсеңіздер болады. Менің берген ақпаратым сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Міне, құбылмалы жануарлар дейді, ашып көрейік, қызық екен. Әртүрлі жануарлар туралы көрсетіліпті. Мысалы, біреусін ашып көре салайық. Өзімізге жақын. Атты бірақ қалай қызық салған суретін. Міне. Бейне ролигін көрсе қалай болады екен бұның. Мына жерден уже бірден көруімізге болады. Бейне түсіндіруін бояп алды. Приложенияны жақындатты телефонның, QR-ға басты, және бұның көк болғанын күтеміз. Атымыз су ішіп, шауып жүр, қараңыздар. Балаларға қызық. Әрбір шапқылап жүр.